Арнама қош келдіңіздер. Жерді дәл осындай етіп даярлап аласыз алдын ала. Одан кейін мынандай картон коробкаларды түгел біртіндеп түзеп алып, өстіп түгел түк қалдырмай төсеп шығамыз. Бір қалыпты, ешқай жерін ашық қалдырмай төсеп шығамыз. Одан кейін үстіне дәл сәл ғана кішкене желге ұшып кетпес үшін топырақ тастап қойғаныңыз дұрыс болады. Одан кейін әр жерден өзіңіздің қалауыңызша не отырғызасыз, соған байланысты, көлеміне байланысты тесіп шығасыз, күрекпен ойып шығыңыз. Мысалға мен қияр отырғыздым. Қиярды жаңағы қазған жерге кішкене ғана күрекпен қалақтың көмегімен қазып жердім де түгел бәрін оп-оңай отырғызып шықтым. Біріншіден арам шөп шықпайды, екіншіден ылғалды жақсы ұстайтын болады. Картонның су болса, ол тіпті жақсы ылғалды ұстап тұратын болады. Бірге болыңыздар, жемістеріңіз көп болсын.